Там, где де-факто, там и факты. Знаете ли вы, что финансовые сервисы становятся доступнее для людей с особыми потребностями? Сегодня разберемся, что уже сделано и какие изменения нас. Добрый день! Команда де-факто при поддержке микрофинансовой организации RoboCash KZ Брейнзаймер продолжает делиться важной информацией о финансовой грамотности и инклюзии. Наш сегодняшний выпуск посвящен доступности финансовых услуг для людей с инвалидностью. Финансовая инклюзия – это не просто тренд, а необходимость. Она обеспечивает равный доступ к финансовым услугам для всех, независимо от физических возможностей. Как это реализуется на практике? За последние годы в Казахстане были приняты важные меры по улучшению доступности финансовых сервисов. В 2020 году в рамках Конвенции ООН о правах людей с инвалидностью была создана рабочая группа. В нее вошли финансовые организации, представители агентства по регулированию и развитию финансового рынка, депутаты и независимые эксперты. Что предпринимается как нововведение влияет на жизнь людей, нам рассказал Гадильбек Аким, главный эксперт Департамента развития социальных проектов и повышения финансовой грамотности Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Республики Казахстан. Қаржы ұйымдарының қолжетімділігі бойынша ұлттық стандарттың басты мақсаты қандай және ол соңғы жылдары жағдайы қалай өзгертті? Сіздің бұл сұрағыңызға жауап беру үшін жалпы айта кету керек, қаржылық инклюзия деген қаржылық инклюзия, оның ішінде жаңағы мүгедектігі бар адамдарға арналған қаржылық инклюзия біздің агенттіктің құзырында, агенттік бұл жағынан көп жұмыстар жасап жатыр деп айта аламыз. Жалпы 2020 жылы Біріккен ұлттар ұйымының адам құқығы және оның ішінде мүгедектігі бар адамдардың құқығын қорғау жөніндегі конвенцияға байланысты осы 2020 жылы жұмыс тобы құрылған болатын. Ол жаңағы қаржы сервистерінің, қаржы қызметтерінің, мүгедектігі бар адамдарға арналған қаржы сервистерінің қолжетімді болуы және оларға ыңғайлы болуы жөнінде осы жұмыс тобы құрылды. Оның құрамына қаржы ұйымдары, біздің агенттік регулятор ретінде, сонымен қатар депутаттық корпустан сенаттың мүшелері кіріп, сол жерде көптеген маңызды мәселелерді талқылап, оларды жүзеге асырып, сонымен қатар олардың нақты іске асырылуына бастамашы болып кетті бұл жұмыс тобы. Және де оның құрамына тек қана қаржылық институттардың мүшелері ғана емес, сенаттың мүшелері ғана емес, сонымен қатар олардың құрамына тәуелсіз эксперттер, сарапшылар, жаңағы осы салада жұмыс жасап келатқан және мүгедектігі бар эксперттер кіріп өздерінің нақты пікірлерін айтып, ұсыныстарын айтып келеді. Негізгі жаңағы жұмыс тобының басты мақсаты ол халықаралық деңгейдегі халықаралық стандарттарға сай жаңағы мүгедектігі бар адамдарға қаржы сервистерінің ыңғайлы болуы үшін соларды адаптация жасап, солар бойынша ұсыныстар енгізу және де олармен жұмыс жасайтын қаржы ұйымдарының қызметкерлерінің кәсіби деңгейін арттыру бойынша жұмыстар жасалып келе жатыр. Сонымен қатар бұл қаржылық инклюзия бойынша қаржы саласындағы заңнамаларға белгілі бір қажетті өзгерістер енгізу болып табылады. Банктердің мобильді қосымшалары мен веб-сайттарын барынша қолжетімді ету үшін қандай жетілдірулерді енгізіліп жатыр? Сол жайлы айтып бере аласыз ба? Сұраққа қосымша ретінде жалпы қандай жұмыстар жасалып жатыр деген мобильді қосымшаға қазір келеміз. Бұл бағана айтып кеттім ғой, адам құқығы жөнінде және адам мүгедектігі бар адамдардың құқығын қорғау жөнінде конвенция бар Біріккен ұлттар ұйымының. Соның ішінде факультативті протокол бар. Сол факультативті протоколдың жүзеге асуы үшін 2020 жылдың 7 маусым күні біздің агенттік осы ұлттық стандартты жасау жөнінде бастаманы көтерген болады. Ол мүгедектігі бар адамдардың банктың отделенияларында, банктың бөлімшелерінде қызмет алу бойынша
қол жетімділігі бойынша мобильді жағынан қиын адамдар үшін, қозғалу мобильділігі қиын адамдар үшін жағдай жасау. Ол стандарттарды сауда және интеграция министрлігі жасайды. 2020 жылдың 7 қарашасы күні сол стандарттарды министрдің приказы жаңағы бұйрығы бойынша бекітілді. Қозғалу қиын мобильді және мүгедектігі бар адамдардың жағдайларын жақсарту бойынша ұлттық стандартты жөнінде айтып кеттім ғой. Ұлттық стандарттың негізгі мақсаты бұл жаңағы қатардағы адамдардың барлық қаржылық сервисті кеңінен алуын қамтамасыз ету. Яғни сол бойынша құжаттарды солар адаптация жасап, соларға көмек жасау. Сосын жаңағы ұлттық стандарт нені қарастырады деген сұраққа келетін болсақ, ол жаңағы жалпы қажеттіліктер және жалпы қаржылық сервистерді көрсету бойынша олардың физикалық жаңағы сервис алу үшін банктердің немесе қаржы ұйымдарының бөлімшелерінде, сонымен қатар ақпараттық сервисті алу, сонымен қатар оларға кеңес беру бойынша. Және ол стандарттың енгізілуі жаңағы қозғалу қиын, мобильділігі қиын төмен адамдар үшін стандарттардың енгізілуі жақсы жағынан әсерін берді деп айта аламыз. Өйткені сол стандарттың енгізілуінің арқасында жаңағы персоналды шақыру кнопкасы жаңағы түймесі дейді ғой. Сол енгізілді. Сосын жаңағы коляскамен көтерілу бойынша жаңағы нелер енгізілді. Пандустар, сонымен қатар брайльдің шрифтімен жасалған табличкалар енгізілді. Солардың жұмыс режимі енгізілді. Және мнемосхемалар дейді. Мнемосхемалар сонымен қатар енгізілді. Рельефті, тактильді плиталар дейді. Олар да енгізіліп жатыр. Сонымен қатар коляскамен жүретін адамдар үшін күтіп отыратын күту залдары жасалды. Сонымен қатар санитарлық жағдайлар жасалды олар үшін. Сонымен қатар ең соңғысы ол жаңағы машина қоятын парковка орындар. Оның барлығы жайлап енгізіліп жатыр. Ал сонымен қатар ақпараттық қолжетімділік жағын алатын болсақ, онда жаңағы сурдо онлайн аударма, өз кезегінде нақты жаңағы дауыспен және электрондық табло бойынша шақыру, кезекте тұру, банкоматтардың оларға деген жаңағы қолжетімділігі және адаптациялық жағынан төлем жасау терминалдарының икемділігін жаңағы құлаққап дейді ғой, жаңағы наушниктердің, оның ішінде жаңағы брайль шрифтісін қолдану бойынша жаңағы жағдайлар жасалды. Сонымен қатар банктың веб-сайттары да оларға қолжетімді болып, олардың мүмкіндіктерін қарастыратын болды. Нашар көретін адамдар үшін олардың талаптарының қолжетімділіктеріне жағдай жасау. Әріптердің арасындағы не барады ғой? Әріптердің арасындағы ара қалшықтықты біріне бірін солар арқылы оқу ол да қарастырылып жатыр. Монохромды түстер дейді, оның барлығында айта берсе субтитрлар, роликтер, текстің аудиосы, дауыстық көмекші, оның барлығы сол стандарт бойынша енгізіліп жатыр. Финансовая инклюзия – это больше, чем адаптация банкоматов и сайтов. Это создание условий, когда каждый человек, независимо от состояния здоровья, может пользоваться финансовыми услугами свободно и безопасно. Также она подразумевает грамотное воздействие сотрудников банков с людьми с инвалидностью. На практике это выражается в доступных банковских отделениях с кнопками вызова персонала, тактильными плитками, адаптированными онлайн-платформами и обученными специалистами. Микрофинансовая организация RoboCash KZ Brandsimer также уделяет внимание вопросам инклюзии, создавая доступные и понятные финансовые продукты для всех категорий граждан. Адаптация финансовых сервисов – это сложный процесс, но благодаря усилиям государственных органов и активному участию общества год за годом происходят реальные изменения. Финансовая инклюзия – это равные возможности, уважение и поддержка всех граждан страны.
Оставайтесь с нами, чтобы быть в курсе всех изменений и повышать свою финансовую грамотность. Программа подготовлена при поддержке микрофинансовой организации RoboCash KZ, бренд Займер. Команда де-факто всегда рядом. До встречи!